Сәлем достар, сендер ертегі жырлардағы Мыстан кемпір мен Жалмауыз кемпірді білесіңдер ме? Кейде адамдар ол екеуін бір кейіпкер ретінде шатастырып жатады. Бірақ дәл осы видеоны соңына дейін қарасаңдар, сендер ол екеуін ажырата алатын боласыңдар. Мыстан кемпір көбінесе ұсқынсыз, шашы жалбыраған, қартайған, әлсіз кемпір ретінде суреттеледі. Бірақ оның ең басты қаруы оның қолығында жатыр. Ол адамдарды алдап, арбап, тұзағына түсіреді. Мәселен, ертөстік ертегісінде желаяқ пен Мыстан кемпірдің жарысатын тұсы естеріңде ме? Сонда Мыстан кемпір желаяққа сен шаршадың ғой, демала тұр, қазір жарыс басталғанда мен сені оятамын деп алдап оны ұйықтатып тастап, өзі жарысқа жүгіре жөнеледі. Сонда бір уақытта оянған желаяқ өзін сан соқтырғанын біледі. Ал және Мыстан кемпірдің тағы бір қыры оның дүние қоңыздығында жатыр. Мұңлық пен зарлық ертегісінде күншіл 60 әйелдің шақыруымен Мыстан кемпір 60 табақ алтынға алданып, яғни қызығып, жаңа туған екі нәрестені екі күшікке айырбастап жібереді. Ал енді Жалмауыз кемпірге келетін болсақ, ол Мыстан кемпірге қарағанда екі есе қорқынышты. Себебі ол асқан күш қуат иесі. Ол бір бейнеден екінші бейнеге ауыса алады. Мәселен, бірде сұлу қыздың сұлбасында болса, кейде суда жүзген шикі өкпеге айналады. Оның ең басты мақсаты адамдарды жалмап, оларға қатыгездік жасау болады. Керқұлатты Кендебай ертегісінде ол Кендебайға барлық қастандық жасау үшін айла шарғыны қолданады. Ал енді қорытындылай келе, Мыстан кемпір өзінің айла шарғысымен ерекшеленетін болса, Жалмауыз кемпір асқан күш қуат иесі болуымен дараланады. Бірақ екеуінің де мақсаты адамдарға зиян келтіру. Халық қиялынан туған осындай таңғажайып кейіпкерлер арқылы біз ақыл мен даналықты бірге ұстай отырып, қандай да болсын зұлымдықты жеңе алатынымызды білеміз. Балалар, бүгінгі шығарылымда біз Жалмауыз кемпір мен Мыстан кемпірдің кім екенін білдік. Ал сендер ол кейіпкерлер қатысқан қандай ертегілерді білесіңдер? Пікірге жаза кетіңдер.